Сәлеметсіздер ме менің сүйікті оқушыларым. Бүгінгі біздің сынып сағатымыздың тақырыбы: мен қашықтықтан қалай оқимын және вирустық аурулардан қалай сақтануға болады. Менің сүйікті оқушыларым, ең бастысы ата-анамызбен біргеміз, аман саумыз. Бізде ұстазымызбен хабарласа алатын құралдарымыз бар. Интернет жүйесіне қосылғанбыз. Оқу құралдарымыз толық, жылы, жайлы, өз отбасымызда оқуымызды жалғастыруға мүмкіндік бар. Ең бастысы денсаулық. Күн режимін қатаң сақтаймыз. Үйдегі тазалыққа көңіл бөлуді естен шығармаймыз. Қолымызды, бетімізді, мұрын, ауыз қуыстарын жууды, тамақты шаюды әдетке айналдырамыз, ұмытпаймыз. Олай болса, мына видеороликке назар аударайық. Жақсы оқушылар, түсінген болармыз. Қазіргі жағдайға байланысты үйден шықпауымыз керек. Үйден шықпай өз-өзімізге мұқият болып қолымызды үнемі жиі сабындап жуып отыруымыз керек. Қашықтықтан қалай оқимын деген сұраққа мынадай жауаптар бар. Бұл кезде саған үнемі ойын ойнауда жаныңнан табылатын смартфоның, компьютерің, планшетің көмекке келеді. Сен енді бұл заттардың пайдалы жақтарын көре бастайсың. Әдеттегідей сабақ, тек жаныңда ұстазың жоқ. Ендігі сенің көмекшің, ұстазыңмен байланыстырушың, ол смартфоның, компьютерің, планшетің. Және ең басты кеңесшің, қолдаушың, жәрдемшің, ол сенің ата-анаң. Саған керегі жауапкершілік, яғни уақытында сабаққа отыру, құралдарыңды алдын ала дайындау. Екіншіден, сенімділік қажет. Сен өзің жалғызбын деп алаңдама, сенімді бол. Үшінші, еңбекқорлық қажет. Кез келген нақты әрекеттен нәтиже шығады. Есіңе сақта. Шыдамды болу керек. Желіде проблема болған жағдайда шыдамдылық танып, ізденіп көр. Сабырлы бол. Соңына дейін сабаққа белсенді қатысу, тыңдау. Есті адам өзіне есеп береді. Бұл Абайдың 15-ші қара сөзінен алынған. Сабақ аяқталысымен не ұқтым, не үйрендім деген сұраққа жауап ізде. Түсініксіз сұрақтың жауабын таба алмаған жағдайда ұстазыңа хабарлас. Кері байланыс жаса. Сабақта не үйренгеніңді ата-анаңмен, өзіңнен үлкен ағаларыңмен бөліс. Оқулықты, қосымша білім көздерін пайдалануды үйрен. Қашықтықтан оқу саған не береді? Онлайн оқудың көздерін үйренесің, қолдана аласың. Гаджеттердің пайдасын көресің. Жауапкершілігің артады. Өз бетінше жұмыс жасауға дағдыланасың. Күн режимін сақтауға үйренесің. Кітап оқуға уақытың көп болады. Ата-анаңмен бірлесе оқып, өзіңнің көрінбеген қабілеттеріңді көрсетесің. Білім алу көздері: балапан, ел арна, телеарналары. Білім порталдары, яғни Дарын онлайн және білім лент, күнделік KZ, Telegram, WhatsApp,
Zoom арқылы білім ала аласың. Біз біргеміз. Білім мен сүйіспеншіліктің тоғысқан мекені Алтын ұя мектебімізде аман-есен кездесейік. Білім алуда жалықпайық, ерінбейік, ізденейік. Назарларыңызға рахмет.